Менің бүгінгі сауалым Қазақ даласының бойтұмарына баланған ақбөкенге қатысты болмақ. Еліміз соңғы 25 жылда Қазақ сахарасының сәні ақбөкенді қорғауға бар күшін салғанын білеміз. Кезінде 2 миллион басқа дейін өскен киіктің саны 2003 жылы 21 мың басқа кеміп кеткен. Сайын даланың сәні болған ақбөкенді қорғау үшін Алтын дала, Бөкей Орда, Аш-Шөзек мемлекеттік қаумалы, тағы басқа қорықтар құрылып, бүгінде Қазақ даласының киесі ақбөкеннің популяциясын қалыпқа келтірдік. Осы бағдарламалар негізінде етімен бағалы мүйіз үшін сан мыңдап қырып, даламызда қан сасытқандардың қызметін тоқтаттық. Өткен жылдан бері киіктің қарттары қоюланып кетті. Егінге түседі деген шаруалардың уәжін естіп жатырмыз. Сол себепті 2024 жылдан бастап киікті азайтуға мемлекеттік органдардан ресми түрде рұқсат берілді. Алайда құзырлы орындар азайту деген дұрыс түсінбеген сияқты. Таяуда Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Қызылжар ауылы Охотзоопром өндірістік бірлестігі қызметкерлерінің киік санын азайту желеуімен буаз киіктерді атып жатқан жергілікті тұрғындардың наразылығын тудырды. Бұл жерде елдің наразылығы орынды. Обал мен сауапты айыра білетін ел іргесінде болып жатқан мұндай сұмдыққа шыдай алмаған. Осы ретте сөз жоқ, сайғақтардың популяциясын шаруаларға зиян тидірмейтіндей, халықты әбігерге салмайтындай етіп реттеу қажет. Әрине кесіп айту керек. Охотзоопром өндірістік бірлестігі қызметкерлерінің жасаған бұл қадамына құзыретті органдар құқықтық бағасын беру керек. Себебі аталған мекеме қызметкерлері салалық министрлік қабылдаған регламентке сай жұмыс атқармағаны белгілі болды. Регламент бойынша бірінші ақбөкендер ауыл маңына 10 шақырым жақындағанда жауапты мекеме қызметкерлері елді дүрліктірмей, халыққа бірінші кезекте құлақтандыру, ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу керек еді. Екінші, ақбөкендердің популяциясын шектеу шараларын орындау жаппай қыру емес. Ақбөкендер табын санитарлық реттеу үшін ақсақ тоқсағын, кәрі құртаңын, ауыр сырқауын бірінші нысанаға алу керек. Үшінші және ең бастысы, ақбөкенді буаз кезінде азайту шараларына тыйым салу қажет. Жыл басындағы төлдеу уақыты бұл қазақтың дәстүрлі жаңаруы деп білеміз. Жоғарыдағы жайттарды ескере келіп, мынандай ұсыныстар береміз. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы мәселенің мәнін терең қарастырып, Охотзоопром өндірістік бірлестігі қызметкерлерінің киікті атудың маусымдық шараларын жүзеге асырудағы заңсыздық пен жауапсыздық іс-әрекеттеріне әділ құқықтық бағасын беруі қажет. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігіне киік санын азайтуға бағытталған шаралар толық пысықтап, тиісті регламентке сай елді ушықтырмай жүргізілуі керек. Киіктердің табын реттеуді ақбөкеннің лағы аяқтанған кезең мен күйекке түсер мезгіл арасында, яғни қазан, қараша айларында жүзеге асыруы тиіс деп өзгеріс енгізулер қажет. Аманат партиясы фракциясының мүшелері Әлтай Сатыбалдин. Рахмет.